Арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ағзаға пайдалы нанның рецептісімен бөлісемін. Менің рецепттерімді жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен сұлы жармасына чия тұқымын, шекілдеуік және қосымша құрғақ дәмдеуіштерімізді қосып, блендермен үгітіп аламыз. Ұнға айналған ұнтағымызды бөлек ыдысқа осылай салып, келесі алма мен жұмыртқаны блендермен 3 минут шамасында айналдырып аламыз. Міне көлемі сәл көтеріліп, түсі ағаруы тиіс. Енді осы сұйықтықты жаңа құрғақ ұнтақталған массамызға қосып, қасықпен араластырамыз. Формамызға асты шеті жабыспайтындай кішкене май жағып, біріккен массамызды саламыз. Енді барлығын тегістеп, үстіне сұлы жармасын шекілдеуік себуге болады. Дайын болған нанымыздың массасын алдын ала қызып тұрған 170 градустағы пешке 50 минут пісіреміз. Нанымыз пісті, асыңыз дәмді болсын.